Cinнен болған әрбір адамнан бір жолдошы болады. Пайғамбар хадисінде келеді, әрбір адам жаралғанда бірден періште, бірден шайтан қоса жаралады дейді. Ошол қарин деген жиннен болған біздің жолдошыбыз екен. Бұл әрбір адамда бұл шайтан бар екен, аны қарин деп қояды. Ал бізге пайда береді, же зиян береді, же біздің рызқымызды тоқтатып қояды, же проблемаларға себеп болу, бұл өзі кім, бұл анын миссиясы эмне деген сұрауда қарин. Эми бұл жиндин негізгі миссиясы дайыма бізді жамандыққа бұйырады екен, жамандыққа дават қылады екен. Мысалы, ертеңіне бағымдыққа тұрайын десең, жатыр деген ошол қарин екен, ошолчу. Не қыласың, 5 минут жатсаң, успейш. Қайра тұрып оқы аласың. 10 минут жат, жетшесің. Уақыт бар, күн шыққанға шейін деп, жаңағы азғыра тұрған ошол қарин деген екен да. Дайыма бізді не? Жолдан алып шыққанға, ошол жаман жолға бізді дайыма бұйырып тұрады екен. Эми ал жөнүндө Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн 175 аятында айтат экен. Иннама заликумуш шайтану юхаввифу аулияаху фала тахафухум ва хафун ин кунтум муъминин. Мына қараңызшы. Мұндайда шайтан ғана сілерге өзінің жан жөкөрлөрүнөн қорқытып көрөт дейді. Қорқытып көрөт дейді. Егер сілер иманы бекем пенделер болсаңар, Алладан емес, менден ғана қорқыла дейді Аллах Таала. Демек Алладан қорқыш керек екен да. Ал жаңағы ичиңден азып тигиндей болот, мындай болот деп арқандай қорқынышты сала берет екен да. Сен андай болсаң, анан тигиндей болуп калат, мындай болуп калат деген арқандай бұл азырықтар келе берет екен. Аллах Таала не деп атат? Ал қорқытат дейді. Андан емес, менден қорқпа дейді. Демек жалғыз Аллахтан қорқышымыз керек екен. Эми дайым эле қорқыта берет екен, бирок анын дарысы да бар екен да. Аллах Таала Құранда айтып атпайбы? Ал эми қорқыта силерди. Андан қорқпагыла ошол шайтандан. Менден қорқкыла дейт. Анын дарысы қандай? Анын дарысы Зухруф сүрөсүнүн 36 аятында Құранда Аллах Таала дагы айтат. Не? Анын дарысы Құран окуу, көп зикир кылуу керек экен да. Ал жөнүндө мындай. Ва май яшу ан зикрир рахмани нуқаййид лаху шайтанан фа хуа лаху қарин. Кимде ким, мейримдүү жаратканды эстегенге кайдыгер карай турган болсо, эгер кайдыгер карай турган болсо, ага шайтанды кошуп коебуз, ошентип ал анын жакын жолдошу болуп калат дейт. Эгер биз Аллах Таалага жакындабасак, Аллах Таала шайтанды кошуп коет экен бизге. Биздин жолдошубуз шайтан болот экен да. Биздин жолдошубуз шайтан бойдон кала берет экен. Кудай Таала өзү сактасын. Эми ал жерде анан кутулуунун жолу. Мисалы биринчи Аллах Таала айтты, бул шайтандан коркпагыла, менден коркпагыла деди. Эгерде сен мага жакындасаң, мен сени куткарам деп атат Аллах Таала. Эгер менден алыс боло турган болсоң, Аллахтын зикиринен алыс болсоң, анда шайтанды сага шерик кылып коем деп атат. Баягы жерде. Шанакы эме менен кала берет экенбиз да. Жолдош менен. Эми андан кийин жамандыкка ал чакырат экен. Эми биз аны түшүндүк да, билдик. Ал дайыма бизди жамандыкка чакырат экен. Ошого биз дайыма зикир менен, намаз менен алек бол, ошого бекем боло турган болсок, Кудай Таалам өзү ал нерседен бизди алыстатат экен. Биз ошо намаз менен, зикир менен гана ошондой шайтандан алыс боло алат экенбиз да. Эми ал нерсени азыр мен айткандан кийин ойлоносоңдар керек, чындап эле ошол жанагы карин турбайбы деп. Адамдагы ичиндеги азгырык бар го, ошол азгырык да. Эми аны кантип кутулабыз десек, Аллах Таала Анкабут сүрөсүнүн 45-аятында айтат. Aqim as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahu. Namazды да кынтыксыз өтөгүн дейт. Демек Аллах Таала бизге буйрук жатат. Намазды кынтыксыз өтөгүн дейт. Намазын чын окугун дейт. Намаз абийирсиз, жоруктардан да, күнөө иштерден да кайтарат. Алланы дайыма эстеп жүрүү албетте эң улук иш. Демек Аллахты эстеш керек экен. Дайыма эң улук иш. Намаз бизди жаман иштерден тосот экен. Аллах силер эмне кылып турганыңарды билип турат дейт. Эми намаз бизди негизи кайтарыш керек да, жаман абийирсиз иштерден. Эгерде намазды окуп алып туруп деле жанакындай туура эмес иштерди жасай турган болсок, анда чоң сура белги бар да. Намазды кантип окуп атабыз.
Неге окуп атабыз? Неге намаз мени ошондой иштерден тоспой атат? Деген маселе да бул жерде. Ошондуктан намазды биз чындап берилип окушубуз керек өзү негизи. Биз болсо эмне? Намазга турабыз, Аллаху акбар деп, тилибиз айтып атканы менен мээбиз менен жүрөгүбүз дордойдо жүрүшү мүмкүн да. Же болбосо бухгалтерияда жүрүшү мүмкүн да. Бул ишти мындай кылам, тигиндей кылам, муну тиге берсем, буга берсем деп туруп, кээ бирлер ушу намазда турганда бухгалтериясын бүтүрүп алат экен го, ойлонупчу. Кассаны эсептеп коет экен намазда турганда. Карасаңар, шайтан да аздырып атат да баягы жерде. Бийди алыстатат.